Кайырлы күн достар, бүгүн сиздер менен осындай өтө жумсак, дәмді, тәтті крем брюле тортун дайындайбыз. Крем брюле тортуна кажетті заттар: 180 грамм сары май, 200 грамм кант, 350 грамм un, 2 ас касык бал, 1 шай касык ас содасы, 3 жумуртка. Алдымен жай отта сары май, бал, кант шөбүн косуп эритип аламыз. Эрип болгон соң биз ас содамызды косуп жиберемиз. 1 шай касык. Содан үзбөй аралаштырып отурабыз. Осылай агарып көпүрчүй баштайды. Массамызды пештен алып, сәл салкындатып аламыз. Содан кийин барып жумуртка косамыз. Неликтен жумуртканы бирден коспайбыз? Өйткені биздин жумурткамыз писип калуу мүмкүн. Сондуктан сәл салкындатып алып, барып содан кийин барып коскан дурус болот. Жакшылап аралаштырабыз. Енді унумузду косамыз. Унумузду жайлап косуп, жакшылап аралаштырабыз. Бир келки болуу үчүн жакшылап аралаштырганыбыз дурус болот. Массамыз сондай коюу эмес, орташа, сәл суюктау болот. Камырыбыз дайым болуп калды. Сәл суюктау болот. Осындай минекей камырыбыз ушулай дайым болот. Биздин камырыбыз дайым болуп калды. Міне осындай болду. Коюу эмес. Енді біз формаға салып пісіреміз. Мен пергамент бумагасын алдым. Форма менде 26 сантиметр. Форма келтіріп алу үшін біз осылай басып формасын келтіріп аламыз. Егер форма болмаса, карындашпен сызып алуға болады. Осы формамызға 5-6 касыктан камырымызды салып, жұқа қылып, жайып, салып аламыз. Менде 4 коржук негизгиси, 5-си кичкентай әрлеуге пайдаланабыз. Коржумуз дайым болгонча кремин жасай беребиз. Ол үчүн бизге кажетті заттар: сливки 33%, вареная сгущенка 300 грамм, 200 грамм творожный сыр. Осы үшөөнү косуп крем жасайбыз. Кремimiz дайым болды. Крем өз формасын ұстап тұруу кажет. Корждарымыз дайым болды. Енді мынандай кондитерлік мешочокко кремimizni салып, осылай жинап шығамыз тортымызды. Қалған корждарымызды осылай жинап шығамыз. Тортымызды осылай барлығын жағып, кремімізді жағып, осылай жинап шығамыз. Мінекей,
жақсылап жағып, содан кейін барып бетіне жаңағы 5-ші коржымызды ұсақтап, соны бетіне, шет-шетіне жағып әрлеп аламыз. Коржымызды жинап болдық. Енді 5-ші коржымызды ұнтақтап, шетіне жан-жағына жағып әсемдейміз. Мінекей тортымыз дайын болды. Бірнеше сағатқа холодильникке салып қоямыз. Тортымыз өте дәмді, нәзік болып шығады. Отбасыларыңызға ұнайды деген сенімдемін. Міндетті түрде отбасыларыңызға жасап көріңіздер. Сіздермен болған Марал. Менің каналыма тіркеліп қойып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Қош, сау болыңыздар.